Күйеуі қолын көліктің есігіне қойып, әйеліне қолын есікпен қысып көр деді. Ол датчикті қосуды ұмытып кеткен екен. Көлігінің функциясын көрсету үшін ол әйеліне қайталап көр деді. Осылай олар жолға шықты. Жымбас рациямен басқаларға сөйлеуге болады деп мақтанып жатқан. Бұйрабас сұрап алып сөйлесе бастады. Барлығы кенет ыңғайсызданып қалды. Осы кезде қастарына бір көлік келіп, ішіндегі сұлу қыз Шыбарбектің басын кетіреді. Жағаласып болған соң, қайта басын бұрған кезде сұлу қызы ғайып болған. Ал Жымбас навигацияны реттеп жатып байқамай корей тіліне ауыстырып алады. Осылай мазасызданып келе жатып Жүнсарының ана мектебінен өтіп бара жатқан олар кірегетуді ұйғарды. Күтпеген жерден алқаштар клубының мүшелері оны танып, тіпті оның аңызға айналған қияли тарихын айтып берді. Сонымен қатар бұрынғыдай жас емес қой деп Жүнсарыны жындандырды. Сосын Жүнсары сахнаға жүгіріп шығып, бір бокал арақты жұтып еді. Челлендж басталмастан құсып тастады. Давай кеттік. 1, 2, удар. Осылай ғана барлығын тыныш қылды. Байқұс әрең көтеріліп еді. Гильотиннің есігінен өткенде тағы да бір құсып алды. Көлікке қайтқаннан кейін Жүнсары күңіреніп тұрды. Жымбас оның көңіл күйін көтеру үшін музыка қойып ән айтып берді. Әнге беріліп жатқанда бір КамАЗ тура келіп, олардың көлігінің көтінен соқты. Жымбас газды до конца басты, бірақ бұл жылдамдық электрокардың шегі. Амалсыз Жымбас Қытайдан үйренген трюкін пайдаланбақ болды. Естерін жия алмай жатқанда, оның артындағы КамАЗ да трюк жасап жетіп келді. Жымбас сасқанынан орыстарша жан-жаққа жүгіріп, ақыры КамАЗдың уысынан құтылды. Тым кеш болғандықтан, жақын маңдағы қонақ үйге тіркелді. Жүнсары екеуі бірге жуынайын деп еді. Келесі күні отбасымен ыстық бұлаққа қарай жолға шықты. Жымбас бір жігіттен жол сұрап жатып, бір тышқанның арқасында жорғалап жүргенін көреді. Барлығы аң-таң. Сосын олар діттеген жеріне жетті. Алдарына жұмақтың ғажайып көрінісі көрінгендей болды. Олар бірден купальниктерін киіп, суға түсуді ұйғарды. Жүнсары балаларға төмендегі топырақтар әртүрлі минералдарға бай және ағзадағы токсиндерді кетіреді деп айтты. Шыбарбек иіскеп көрді. Иісі боқ сияқты болса да, анасына сенді. Жүнсары тіпті бетіне жаға бастады. Лас сулар жиналатын септикте боқтың иісі әрине болады. Олар адам құлағын тапқан соң бірақ түсініп, шұңқырдан асығыс қашып шықты. Шыққан соң бағанағы жігіт олардың киімімен қоса әмиянын ұрлап кеткенін байқады. Амалсыз олар Жүнбастың әпкесіне баруды шешті. Әпкесі оларға киімдерін беріп, күйеуі Жүнбет оларға сиыр етінен дәмді кешкі ас әзірледі. Келесі күні Жүнбас көлікке мініп, Жүнбетпен бірге мал бағуға барды. Назары басқа жаққа ауып, өмірінен айырылып қала жаздады. Кейінірек Жүнбет оның денесін сумен жуып берді. Олар тағы да сапарға аттанды. Бұл жолы олар каньонда қайықпен жүзумен танысуға келді. Гид те өте қызғадан болды. Кенет оған қалыңдығы телефон соғып, жаңа жігіт таптым деп және онымен ажырасу туралы айтты.
Кенет ол дым болмағандай жетіп келді. Бастапқыда гид өзін қалыпты ұстады, бірақ екеуінің сүйіскенін көргеннен кейін өлгісі келіп кетті де. Қиын сәтте Жымбас отбасымен қайықтан секіріп, өмірін сақтап қалды. Ажалдан әрең құтылған олар көңіл күйсіз көрінді. Бұл жолы шынымен де қатты ойнап, өмірден айырылып қала жаздады. Кенет көліктің майы бітіп қалады. Жымбас пультіндегі қалпақ түймесін басып еді. Жүнсары шошып кетті. Пультті қайта басқан кезде көліктің жанармайы таусылса да от алып кетті. Олар көлікке отырайын деп жатқанда көлік өздігінен жүріп кетеді. Сөйтіп Жымбас түймені қайта басты. Енді олар айдалада қалып қойды. Жүнсары қатты наразы болғандықтан екеуі жанжалдаса бастады. Жымбас толқыған кезде қасындағы заттарды тепкілейді. Осы кезде ана КамАЗ шыға келіп, Жымбасты қуа жөнелді. Шыққан адам олардың неке жүзігін қайтару үшін артынан қалмай қуып жүрген екен. Сонымен қоса оларды Жымбастың әкесінің үйіне апарады. Жымбастың басынан өткен оқиғаны естіген әкесі оны соңғы сапарды аяқтауға иландырды. Сонымен бірге оларға жаңа көлік сыйлады. Олар соңғы баратын жеріне келгенде, бұл жер адамдарға толы болды. Роликке кезекке тұру үшін 6-7 сағат күткен отбасы бір төбелестен кейін ақыры өз қалаулары бойынша роликке отырды. Оны 10 секундтан астам ойнаған соң ролик кенеттен тоқтап қалды. Оларды түнде ғана құтқарып алды. Бүгін тағы Жымбастың іс сапарға шығатын күні. Осылай олардың түрлі түсті демалыстары да аяқталды.